Сәлем достар, бүгін өте нәзік болып шығатын сүзбелі пирог дайындаймыз. Өте үлкен болып шығады, қонаққа жасауға керемет болады. Ол үшін електен өткізілген ұнға тұзды қосып кішкене араластырып жібереміз. Енді өте қатты мұздатылған сары майды ұнға аунатып, үккіштен өткіземіз. Әр өткізгеннен кейін қайта ұнға аунатып отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Осылай май мен ұнды біріктіріп, майлы крошка жасаймыз. Май еріп кетпес үшін тез жасауымыз керек. Міне осындай болып шығады. Енді қант, ванильді қант, қамыр қопсытқыш қосып, қасықпен араластырып, жұмыртқа, қаймақ қосып, қолмен араластырып, біріктіріп, қамыр илейміз. Басында өте құрғақ болады, бірақ қолмен араластырып илей берсеңіз, май еріп, қамыр біріге бастайды. Осындай жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Артық еш нәрсе қосу қажет емес. Қамыр өзі осылай бірігеді. Міне осындай жұмсақ, өте күшті қамыр болып шығады. Салмасын жасағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасына сүзбе, қант, ванильді қант, жұмыртқа және жұмыртқаның ақуызын қосып, шаншқымен езіп, араластырып аламыз. Осылай тез-ақ салмамызды дайындап алдық. Енді пергамент қағазының үстіне бірден қамырдың үлкен бөлігін жайып аламыз. Осылайдан үлкен қып жайып алғаннан кейін, менде кольцо формасының көмегімен 26 диаметрді өлшеп, қамырдың үстін кішкене бастырып, домалақ белгі жасап алдым. Сол белгіден енді ирек пышақпен видеодағыдай жолақтар кесіп алдым да, әр жолақты бұрап, формаға келтіріп алдым. Енді үстіне сүзбелі салманы салып, тегістеп аламыз. Кішкентай қамырды жайып, өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген өрнектер жасап, әсемдесеңіздер болады. Жолақтар жасасаңыздар болады, гүл формасына келтіріп жасасаңыздар болады. Мен осылай жүрек формасына келтіріп, бетіне әдемілеп орналастырып шықтым. Енді жұмыртқа сарысын шеттеріне және жүрек қамырларға жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 45-50 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне пісіп шыққан пирогымыз осындай әдемі болып шығады. Бұл пирогты жылыдай жесе де болады, салқындай жеуге де болады. Өте нәзік, тойымды, тәп-тәтті болып шығады. Әрі көлемі де өте үлкен. Қонақ күткенге жасауға өте ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, туыстарыңызбен бөлісіп отырыңыз.